Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Бүгін күн жұма, демек дәстүрлі түрде сіздермен осы ертіс мәдениеті парақшасының алаңында тағы да жолығып отырмыз. Өздеріңіз білесіздер, Павлодар облысының мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы әр жұма сайын өңірімізге белгілі тіл жанашырларын осы алаңға алып, мемлекеттік тіл төңірегінде қазақ тілінің қазіргі жай-күйі төңірегінде әңгіме өрбітеді. Бүгін де осы дәстүрімізден жаңылғанымыз жоқ. Бүгін біздің ертіс мәдениеті парақшасының тікелей эфирінде қонақта өңірімізге белгілі жас талантты айтыскер ақынымыз, қоғам белсендісі, бүгінде 109 бірыңғай желісінің директоры, дұрыс қой, Абзал Қабдраш. Қош келдің. Рахмет, шақыртуыңызға, баршаларыңызға қайырлы күн, қасиетті жұма күні мүбәрәк болсын. Ең әуелі ертіс мәдениет ұжымына шығармашылық табыстар және жетістіктер тілейміз. Елеп ескеріп, пікірімізді тыңдайық деп шақырғандарыңызға көптен көп рахмет. Оқасы жоқ, жалпы елеп ескеріп деп жатырсың, елемеске тағы да болмайды, Абзал, өйткені осы бүгінде Павлодар облысында белсенді жас кім десе, осы мемлекеттік тіл төңірегінде жұмыс атқарып, өзін жаңағы ұлтжанды патриот, азаматтық ұстанымы жоғары азаматтардың қатарынан кім танытып жүр десе, өзін қатарлас жігіт қыздардың қатарынан осы Абзал Қабдраш деп айтады барлығы. Сондықтан да осы алаңға қонақ болып келіп отырсыз. Патриоттық ұстаным демек, ол тек қана менің я болмаса біздің қатарымызда жүрген бірнеше азаматтардың кез келген осы қазақтың даласында туып өскен, қазақтың налын жеп, қазақтың суын ішіп өскен әрбір азаматтың міндеті яки парызы деп есептеймін. Өйткені туған жерге тағзым жасау керек, туған жерге туымызды тігу керек, туған жерге барынша қызмет ету керек деп есептеймін. Сондықтан меніңше бұл ерекшелейтін түс емес, бірақ қазіргі заманда ерекшеленетін болып қалды. Заманның талабы сол. Енді Абзал, біздің негізгі тақырыбымыз мемлекеттік тіл. Сондықтан да енді барлығына қоятын дәстүрлі бір сұрағымыз бар. Өйткені әр адамның өз пікірі бар, өз көзқарасы бар. Осы бүгін ертіс баян өңіріндегі мемлекеттік тілдің ахуалы қандай деңгейде деп ойлайсыз? Қазір менің мектеп кезімдегі Павлодар облысындағы мемлекеттік тілдің деңгейі мен қазіргі кездегі мемлекеттік тілдің деңгейі әлдеқайда жақсарып қалды деуге айтуға негіз бар. Оған бірнеше себеп, бірнеше дәлел бар. Өздеріңізге белгілі, соңғы жылдары Павлодар облысында бір рухани дүмпу орын алып жатыр. Рухани жаңғыру процесі біздің жақта өте белсенді және саналы түрде жүргізіліп жатыр деп айтуға болады. Оған мысалы бір дәлел өздеріңізге белгілі, осыдан 10 жыл бұрынғы Павлодар облысы мен қазіргі Павлодарға қарайтын болсаңыз, ең біріншіден мемлекеттік тілдің мәртебесі өсті. Ол қай тұста? Бұрын бізде Качир деген аудан болды, ол қазір Тереңкөл ауданы болды. Либияжи деген аудан болды, ол қазір Аққол ауданы болды. Өздерінің тарихи қазақи атаулары оралып келіп жатыр. Бізде өмірі өзгерместей болған Ленин көшесі болды, ол қазір жарқырап елордамыздың құрметіне Астана көшесі болып өзгерді. Бізде жылдар бойы көзімізді сарғайтып тұрған, құлағымызға біртүрлі естіліп тұрған Кутузов деген көше болды, ол қазір Назарбаев атындағы даңғыл болды. Осыған дейін білесіздер, тәуелсіздік даңғылы болып бір өзгерді. Ол кезде де бірқатар жұмыстар атқарылған болатын. Одан бөлек қазір Павлодар қаласында 1 май көшесіне Бұхар жырау есімі, Нашкөшев есім беріліп жатыр, Короленкоға Бұхар жырау есім беріліп жатыр. Яғни Павлодарда қазақылану үдерісі жақсы белсенді түрде жүріп жатыр да, соның нәтижесінде мемлекеттік тілдің де мәртебесі өсіп келеді. Оған тағы бір дәлел, қазіргі күні мемлекеттік қызметке келіп бара жатқан, мемлекеттік басшылыққа келіп жатқан азаматтар сол қазақтар, бірақ олардың қазақ тілге, қазақ ұлтына, туған жеріне деген көзқарасы дұрыс азаматтар келіп жатыр да. Оған дәлел мысалы күні кеше Нұр Отан партиясының праймеризі болды. Оған да бірқатар белсенді азаматтар қатысты. Қалалық облыстық маслихат депутаттары қайта сайланды. Оның құрамында да жаңартылған құрамның ішінде де өзіміздің жүрегі қазақ деп соғып тұрған азаматтардың бары көз қуантады. Соны негізге ала отырып, Павлодар облысында қазақ тілінің мәртебесі өсіп келе жатыр деуге толық негіз бар. Демек, осы бағыттағы саясат та дұрыс жүріп жатыр деп айтуға болады өзің өз арасында. Өйткені жаңа айтып жатсың, шынымен де билікке ұлтжанды, жаңағы тілге жан ашыр, ойы түзу, санасы түзу азаматтарды іріктеп алып жатыр деген көзқарас қалыптасып. Енді мемлекеттік қызмет дегеннен келіп, өзіңде осы мемлекеттік қызмет саласында біраз жыл еңбек еттің, тікелей әкімдіктің ішінде жүрдің.
бұл ретте біз енді көп сынға алынатын, көп қоғам тарапынан сын айтылатын салалардың бірі осы мемлекеттік қызмет және билік. Қазақ айтады, билік балық басынан шіриді. Біздің билік басындағылар тілді үйренбесе, қоғам қалай үйренеді дейді. Жалпы осы әкімдіктің ішіндегі мемлекеттік қызметтегі тілдің деңгейі қалай? Жалпы мемлекеттік тіл ол өзіміздің қазақ тілі ғой. Қазақ тілі ол біздің ана тіліміз. Кез келген адамның ана тілге деген көзқарасы ол ананың сүтімен дариды, әкенің тәрбиесімен келеді, яғни отбасының ішінде негіз қалыптасады. Яғни әкімдікке келетін болсақ, әкімдік саласында да қазақ тілін үйренгісі келіп жүрген де көп, үйреніп жатқандар да көп. Енді қазір байқасаңыздар, тәуелсіздік алғалы бері 30 жыл уақыт өтті. Енді тәуелсіздікті біз 90-шы жылдар алған болсақ, оның басында 80-ші жылдардың соңында билікке келген азаматтар әлі күнге осы билікте қалып келіп жатыр. Соның салдарынан солармен бірге жұмыс істеген адамдар, соның ыңғайын икемдеген адамдарда сол кеңестік идеологияны сақтап қалған, сол сарынмен келе жатқан азаматтар да бар. Олардың орнын алмастыратын, жаңағы мен айтып өткенімдей, билікке келіп жатқан жаңа толқын. Жаңа толқын өзінің жаңашылдығын алып келеді, өздерінің стратегиялық жоспарын алып келеді, былайша айтқанда. Ал әкімдіктің ішінде қазір қазақлану процесі де жүріп жатыр. Әкімдіктің ішінде де қазақ тілін меңгергісі келіп жүрген және қазақ тілінде еркін сөйлейтін азаматтар баршылық. Өйткені халықтың ішінде неліктен ондай пікір қалыптасады? Өйткені әкімдіктің ішінде мемлекеттік қызметтер жүреді, қарапайым халық жүрмейді онда. Яғни адамның көз көрмегеннен кейін ол құлақпен естіген пікірге ғана сене бастайды. Ол үшін егер жалпы әкімдіктің ішінде, жалпы биліктің ішінде қазақ тілге көзқарас дұрыс емес деген түсінік қалыптасқан болса, онда сол түсінікті құрту үшін, сол түсінікті дұрыстау үшін біз өзіміз билікке келу керекпіз. Менің айтып жүргенімде осы, бұған дейін де айтып жүретінмін, біз ұлтқа қызмет ету үшін, мемлекеттік тілдің мәртебесін асыру үшін, өзіміздің ертеңгі болашағымыз үшін, баянды тәуелсіз болашағымыз үшін біз билікті біреуге беріп қоймау керекпіз. Біз өзіміз келу керекпіз билікке. Ұлтжанды азаматтар біреу, екеу деп емес, 10-20-дан келсе билікке. Бізде қарапайым халықтың ішінде жүрген небір дарындар бар, небір таланттар бар, небір мықты ғалымдар бар. Осы артымызда тұрған кітаптың барлығын сіз оқып шыққан, бірақ ауылдың ішінде қалып қойған, үйдің ішінде, өз қаланың ішінде ғана жүрген азаматтар көп. Сондай адамдарды билікке тартып, мемлекеттік қызметке шақыратын болсақ, онда тіліміздің де мәртебесі, ұлтымыздың да мәртебесі бір бас жоғары өсетін анық. Демек, жылы жерде өз орныңда үйде отырып сынау бір бөлек, сол сынаған жүйеңді апарып ішіне кіріп түзету бір бөлек. Өте дұрыс айтасыз. Менің мемлекеттік қызметке бет бұрысым осы әкімдікке, мемлекеттік билікке талпынуымның да бір себебі сол, ол сырттан айтқан бір бөлек, ішіне кіріп сезінген бір бөлек. Өйткені біз осы жүйені дұрыстау үшін өзіміздің қазақи тәрбиелі салт дәстүріміз жаңғырып тұрған, ана тіліміз жаңғырып тұрған, ұлттық идеологиямыз алдыңғы қатарда тұрған жүйені енгізу үшін біз өзіміз сол жүйенің кіру керекпіз әкімдіктің ішіне. Өйткені біз осы жерде отырып, биліктегі азаматтардан ананы сұрап, мынаны сұрап, оларға талап қоя аламыз әрине, бірақ сол талапты орындау үшін біз өзіміз биліктің ішіне кіріп, сол қазанда қайнап, сол қазанда қайнап шыжғыш болып өсіп, сонда өзіміздің сөзімізді сөйлете алу керекпіз. Мына қазақ даналығында бір сөз бар, ұлтқа қызмет ету үшін үлкен билік керек, немесе шексіз байлық керек. Ал біз қарапайым халықты, бізде екеуі де жоқ. Біз шексіз бай емеспіз, үлкен билік қолымызда емес. Сондықтан ұлтқа қызмет ету үшін қолымыздан келгенше сол билікке де, байлыққа да талпынуымыз керек. Әр қазақтың азаматы бай болып ұлтқа қызмет етсе ғажап қой. Әр қазақтың азаматы билікке келіп, жүрегі жұртым деп соғып тұрып, қаншама адамдарды көтерсе, ұлтжанды жастарды көтерсе, тілімізге көбірек мән беріп, ұлттық идеологиямызды көтерсе керемет қой. Сондықтан әр адам егер ұлтты өзгертем десе, мемлекеттік билікке қорықпай келу керек. Өте дұрыс. Қазір соңғы уақытта бізге ұлттық буржуазия қажет деп жатқан пікір осы тұрғыдан айтылып жатыр. Егер сен елге пайдаңды тигізе аламын десең, онда қолыңда белгілі бір жаңа өзің айтпақшы қаражатың немесе тіпті болмай жатса күш-жігерің болып тұрса, кіріп өзгертуге болады. Дұрыс қой. Енді жалпы мемлекеттік тіл төңірегінде мәселе бар, жоқ емес. Әлі күнге дейін түзететін, әлі күнге дейін жетілдіретін тұстар бар. Біздің тұрғындарымыздың әлде біраз бөлігі мемлекеттік тілді білмейді. Кейбірі жаңағы үйренуге талпынып та жатқан жоқ, кейбірі үйренейін десе жағдай жоқ деп отыр деген сияқты дүние. Жалпы осы бағытта қандай жұмыс атқару керек деп есептейсің?
Енді мен де әлеуметтік желіде я болмаса басқа да бұқаралық ақпарат құралдарының каналдарында байқап жатамын. Қазақ тілін үйренетін кез келді ғой, 30 жыл болды ғой дейді. Қазақта сөз бар ғой, 50 жылда ел жаңа. Бір толқын алмасу үшін 50 жылдай уақыт керек. Біз міне сол 50 жылдың жартысынан астамына жеттік. 70 жыл бойы кеңес үкіметінің тәрбиесін көрген, 70 жыл бойы кеңестік идеологияны көрген азаматтар, 70 жыл бойы кеңесте жүрген адамдар 30 жылдың ішінде өзгеріп мүмкін емес. 70 жыл біз бодандықта болдық па, соншама жыл бізге уақыт керек қайта қалпымызға келу үшін. 50 жылда ел жаңа деген пікір содан қалыптасқан. Міне 70 жылдық кеңес үкіметінің идеологиясын, тәрбиесін көріп сол заманда өскен адамдар қазір биліктен біртіндеп кетіп жатыр. Олардың орнына жаңа тәуелсіз толқын келіп жатыр. Осы тәуелсіз толқын алдағы уақытта өздерінің жұмыстағы негізін қалыптастырса, әрине қазақ тілі де, қазақ ұлты да ілгері қарай дамитын болады. Ал енді көшеде жүрген азаматтарға келетін болсақ, иә, мысалы қарапайым нәрселерді дастархан басында, дүкенге кірген кезде, я болмаса сауда нүктелеріне, базарларға барған кезде көп орысша сайрап тұрады. Оның Павлодар облысындағы солай орысша сөйлеуді мәжбүрлеу біздегі қоғамның талабы. Біз ол үшін қоғамның талабын өзгерту керек. Мысалы, қоғам деген кім? Ол мен, сіз және басқалар. Егер біз өзіміз талап ететін болсақ, басқа адамдар соны үйренеді. Ал біз тек қана айтып қана қоймай, іспен дәлелдеуіміз керек. Іспен дәлелдеп жатқан қазіргі таңда бірқатар ұйымдар да, жалынды жастар да, мекемелер де бар. Солардың бірі Павлодар облысында өздеріңізге белгілі Қағындық деген қоғамдық бірлестік бар. Өте ауқымды үлкен жобалар жасап жатыр. Онымен бірге жебе деп аталатын тамаша қоғамдық бірлестік бар. Ұлттық бағыт бойынша, ұлттық идеология бойынша көптеген жұмыстарды атқарып жатыр. Одан бөлек сол тілімізді, ділімізді, дінімізді дәріптейтін газет журналдары бар. Сарыарқа самалы газеті, Найзатас ұжымы да үлкен-үлкен жобаларды атқарып жатыр. Бірақ соны әрмен қарай қолдап жүретін біз өзіміз қоғам болу керекпіз. Егер қоғамда сұраныс болса, әрине билікте де сол сұранысты қанағаттандыру үшін жобалар пайда болады. Сондықтан өзімізден бастау керекпіз. Ол өзіміз деген біз, сіз және қатардағы басқа азаматтар. Енді қоғам тарапынан жаңағы мемлекеттік тілге қатысты әңгіме қозғалатын болса, осы қазақ тілін меңгермеген жұртшылық бізде жағдай жоқ деп айтады. Бірақ қазір міне ертіс мәдениет парақшасының біздің оқырмандарымызға айтып өтетін дүниеміз бар. Осы мәдениет басқармасында мемлекеттік тілді үйрететін тегін курстар бар. Биыл біз 5000-нан астам адамды тегін қазақ тілін үйретілген болса, биылғы жоспар 7000 болып отыр. 7000 адам тегін кез келген уақытта өз қалауы бойынша мемлекеттік тілді меңгере алады. Ол үшін жаңағы осы ертіс мәдениет парақшасында тиісті ақпараттар бар, соны іздеп қарап көрсеңіздер болады. Демек, тілді үйренемін десең, ниетің ғана болса, жеткілікті болады. Тілді үйрету мәселесі демек, тілді үйрету, тілді талап ету ол болу керек нәрсе. Осы бағытта сөзбен сөйлеп шу көтеріп жүргендер бір бөлекте, нақты іске кірісіп жүрген азаматтар бар. Солардың қатарында мысалы Шолпан Кенжетова апамыз ана тіл орталығында қызмет етіп, талай азаматтардың, талай жастардың, жас ұрпақтың санасына қазақ тілін, аузына ана тілін салып беріп үйреткен азаматтарымыздың бірі. Солардың қатарында сондай керемет жасап жатқан жұмыстарды жоққа шығарып жүретін бір топтар бар да, үнемі жүрген жерде кемшілік қарап жүретін, үнемі жүрген жерде негатив іздеп жүретін, қит етсе осы Павлодар облысын Ресей Федерациясының құрамына кіргізіп жіберуге асығып тұратын өзіміздің қарагөз азаматтар да бар. Ондайлар жоқ емес, өйткені бес өсақ бірдей емес қой. Өзіңіз білесіз, ұлт үшін қызмет етіп жүргендер бар, және соны көре алмайтындар да бар да. Қазақта бір тамаша сөз бар ғой, елдің қамын ойлайтын бір ұл туса, оны қабатын екі ит қатар туады деген. Сол секілді ондай орынсыз сындарға, негізсіз негативке мән бермей, өзіміздің нақты жоспарымызды бекітіп, сол бойынша жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Бәрекелді. Енді жалынды жастардың қатарынан өзіңді ерекше алып отырмыз. Осы жастарға да көп сенім артылады. Жалпы бүгінгі жастардың қоғамды өзгертемін деген талпынысы, ниеті қандай деңгейде, қолынан келіп жатыр ма? Осы тіл төңірегінде, тіл бағытында. Тіл төңірегінде келіп жатқан жоқ деп айтуға болмайды. Келіп жатыр. Өйткені қазіргі қазақта тағы бір сөз бар. Арбаның алдыңғы екі доңғалағы қалай айналса, соңғы екі доңғалағы да солай айналады. Біздің аға буын өкілдеріміз, біздің алдыңғы буындағы аға әпкелеріміз бізге қандай
қоғамда әртүрлі орталар бар. Рухани орта бар, өздерінің ішімдікке салынған ортасы бар, я болмаса түрлі кей-поп жанры шетелдің батыстың мәдениетіне бой ұрып кетіп шетелдің әндерін ғана тыңдайтын бір орта бар. Ондай орталар көп. Мұндай кезде біріншіден бізге рухани ортаны қалыптастыру керек. Рухани ортамыз қалыптасқан жағдайда мысалы екі топқа алуға болады. Рухани ортаға қарайтын болса, сол ортадағы өнер адамдары, ақындар, әншілер, ұлтқа жаны жақын азаматтар тіл үшін, ұлт үшін еңбек етіп қарып жүрген көресің де сүйсінесің. Тағы бір топ бар, мысалы мектептегі балалар, я болмаса өздерімен өздері көшеде өскен адамдар, тек қана телефонын көріп, ютубты көріп, шетелдің әндерін тыңдап, шетелдің идеологиясын құлағына сіңіріп жатқан адамдар да бар. Құлақтарына сырға таққан жігіттер бар, танауына ине сұққан қыздар бар, шашын түрлі түске бояп алған, ізімізден еріп келе жатқан іні қарындастарымыз да бар ғой, олар жоқ емес. Соларға қарап қарның ашиды. Сондықтан ол топты біз шетелге топ беріп қоймай, шетелдің идеологиясына жіберіп қоймай, бері қарай тартып алуымыз керек. Ол үшін рухани ортада жүрген азаматтар, жастар мықтырақ болу керек. Негізгі сенім соларда. Өйткені мысалы 100 жасты алатын болсақ, павлодар облысында 100 жасты алатын болсақ, оның ішінде ел үшін ойлайтын 10 адам бар, іске кірісетін 5 адам ғана болуы мүмкін. Сондықтан сол 5 адам нақты жұмыс істейтін болса, қалған 95 адамды жақсы жаққа ертіп алып кетуі мүмкін. Сондықтан рухани ортада жүрген жастарға мен өз басым көбірек сенім артамын, және соларға үміт артамын, және өзім сол үмітті арқалап жүргеннен кейін, сол жауапкершілікті арқалап жүргеннен кейін, қолымнан келгенше жаңағы айтқан сол 95 адамды өзіміздің қатарға қосып алуға, қолымнан келгенше жұмыс жасауға дайын. Енді жаңа бір сөзінде өзің айтып қалдың, әркім мемлекеттік тілді дамыту бағытындағы жұмыстарды өзіне бастау керек дедің. Сен енді дәл қазір мына 109 қызметін басқарып отырсың. Бұл тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласында әрбір мәселені бірінші болып тыңдайтын, сынның барлығын бірінші болып қабылдайтын үлкен бір орталық, үлкен бір жүйе. Осы орталықтағы жаңағы тілдің ахуалы қандай, сен осы тұрғыдан қандай саясат ұстанып отырсың? Біздің 109 бірыңғай байланыс орталығында қызмет ететін барлық операторлар қазақтың қанша оператор? Қазір 20-дан астам оператор бар. Жалпы 40 адам жұмылдырылған біздің орталықтың жүйелік әкімшісі бар, тағысын тағы жүйеге жауап беретін администраторлар бар, IT саласының қызметкерлері бар. Жалпы 40-қа таяу адам, бірақ ішінде 20-дан астам оператор бар. Олардың барлығы қазақтың қарагөз қыздары. Міндетті түрде бірінші олардың ана тілін жетік меңгеруі бізде бағаланады. Содан кейін екіншісі, енді қазіргі павлодардағы талапқа сәйкес ол орыс тілінің жетік меңгеруі. Яғни екі тілде еркін сөйлей алатын, ұлтқа деген, тілге деген көзқарасы дұрыс, сөзі дұрыс, ісіне сөзі сәйкес келетін, былайша айтқанда ақылына көркі сай қазақтың қыздары бұл біздің орталықта жұмыс жасап жатыр. Міндетті түрде, енді мен өзім тіл саласында еңбек еткім келіп жүрген адам болғандықтан, ұлт үшін қызмет еткім келіп жүрген адам болғандықтан, әрине мен өзімнен, өзімнің отбасымнан және өзімнің ортамнан бастау керекпін. Сол себепті біздің орталықта кез келген уақытта хабарлассаңыз болады, екі тілде сайрап тұрып барлық операторларымыз. Бәрекелді. Енді біздің оқырмандарымызға айтар тілегің болса, жалпы айтар кеңесің болса, мархабат. Рахмет. Жалпы қазақ тілінің кереметтілігі, қазақ тілінің байлығы соншалықты, қазақ тілінде кез келген кітап жазып тастауға болады. Ол көркем әдебиет болсын, ол ғылым саласында, экономика, биология, кез келген саланы алсаңыз, сол кез келген саланы сөздің майын ағызып тұрып кітап жазуға болатын тіл, ол бірден бір тіл, ол қазақ тілі. Сондықтан өзіміз қазақ болып туғаннан кейін, қазақтың даласында жүргеннен кейін, қазақтың суын ішіп, нанын жеп жүргеннен кейін біз ең бірінші қазақ тіліне, қазақ ұлтына адал болу керекпіз. Біздің республикамыз Қазақстан Республикасы, яғни оның түбі қазақ деген сөз. Яғни қазаққа қатысты барлық ұғымдар, барлық дүниетаным біздің бойымызда болу керек. Ол бірінші қазаққа деген жанашырлық, қазақ ұлтына, қазақ тіліне деген жанашырлық. Сондықтан ертіс мәдениет парақшасының оқырмандарына, жалпы Павлодар облысының азаматтарына, Қазақстан Республикасының азаматтарына өзіміздің туған тілімізді құрметтеуге, өзге тілдерді құрметтеуге, өз тілімізді сыйлауға, өз тілімізді білуге шақырамын. Бәрекелді. Абзал, енді бүгінгі уақытыңды бөліп, таңнан біздің ортамызға келіп, қосылып, осы мемлекеттік тіл төңірегінде тұшымды ойлармен бөліскеніңе рахмет. Құрметті біздің оқырмандарымыз, біздің осы дәстүрлі сұхбатымыз әрі қарай жалғасады. Келесі жұмада тағы да
жүздесеміз. Ой пікірлеріңіз болса бөлісіп комментарийге жазып, басқа да пікірлеріңізді айтып отырсаңыздар. Бір сөз есіме түсіп отыр. Қазақта бір сөз бар ғой, бала қай тілде білім алса, сол ұлтқа қызмет етеді. Сондықтан өзіміздің ізімізден еріп келе жатқан балаларымызды, іні қарындастарымызды қай тілде білім берсек, ол сол ұлтқа қызмет етіп кетеді. Мына бала кезінен бастап ағылшын тілін үйретеміз деп жатырмыз. Сол ағылшын тілін меңгеріп алса, ол ертең Англияға, ақш-қа, соның идеологиясына жақын болып, соларға қызмет етіп кетеді. Егер бала кезден бастап біз орыс тілін санасына құя беретін болсақ, ол ертең орыс мемлекетіне қызмет жасап кетеді. Сондықтан өзіміз қазақ болғаннан кейін, ата-бабамыз қазақ, салтымыз, діліміз, дініміз болғаннан кейін, осы отбасымыз қазақ болғаннан кейін балаларымызды ең бірінші сауатты қазақ тіліне және рухани қазақ ұлтына қызмет етуге үйретуіміз керек. Ал орыс тілін, ағылшын тілін, Қытай, испан тілін ол көшеден жүріп үйрену болады. Сондықтан үйден шыққан кезде қазақ тілін біліп шығу керек. Үйден шыққан кезде қазақ тілін білмесе, ол ертең өзінің ұлтына қызмет ете алмай қалады. Сондықтан ол баладан ертең ұлтқа пайда емес, зиян келіп кетуі мүмкін. Сондықтан отбасымызда, үйде, мектепте біз қазақша үйретіп, қазақи тәрбиені беру керекпіз. Ал басқа ұлттардың тәрбиесін кез келген бала көшеден үйреніп алады. Бәрекелді. Бұдан артық айтатындай ойы жоқ, дөп басып отырсың. Сондықтан да құрметті біздің оқырмандарымыз, мемлекеттік тілдің мәртебесін асырамыз десек, қарапайым ғана осындай бір үлкен бір сүйіспеншілікпен жасалатын жұмыстарға шақырамыз. Бірінші кезекте өздеріңіздің ұрпағыңызды, бала-шағаңызды, немерелеріңізді қазақша тәрбиелесеңіздер, қазақ негізін қалайтын осы болады. Сондықтан да мемлекеттік тіліміздің мәртебесі қашан да биік болсын деген тілекпен бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Келесі жүздескенше аман болайық.